Бас прокуратурада сайлау заңнамаларының орындалуын қадағалайтын арнайы штаб құрылды. Бүгінге дейін прокуратура мен сайлау комиссияларына, парламент мәжілісі мен мәслихат депутаттарының сайлауына қатысты азаматтар мен заңды тұлғалардан 104 арыз шағым келіп түскен. Олардың көпшілігі сайлау заңнамасын түсіндіріп беруді өтінгендер. Солардың ішінде Алтынша Жағанованың Руханият партиясы атынан сайлауға түсіп отырған кандидаттарды тағайындау мен оларды тіркеуде заң бұзушылықтардың орын алғандығы жөніндегі арызы келтірілді. Андрей Кравченко жүргізілген тексерулер нәтижесінде онда көрсетілген айғақтардың расталғанын атап өтті. Проверка показала, что 2 лица. Тексеру көрсеткенде жиынға қатысқан 19 адамның екеуі партияның республикалық комитетінің мүшесі болмай шықты. Тағы 3 адам қарашаның 25 күн өткен республикалық комитет отырысына қатыспағандарын жазбаша түрде мәлімдеді. Осылайша партияның саяси кеңесінің отырысында заңды шешім қабылдау үшін қажетті адам саны, яғни тиісті кворумның болмағаны анықталды.